Сәлем, балақай. Бүгін Бөбек ТВ каналына қош келдің. Бүгін бізде не қызық бар деп ойлайсың? Көріп отырғандарымыздай санамақ ойыны. Қандай керемет. Қызыл, көк, жасыл, сары түсті және де сандар мен таңбалары бар екен. Кәне, қарайық. Кеттік. Ал, балалар, сендер санау білесіңдер ме? Әрине, санау білетін бала жоқ, санау білмейтін бала жоқ шығар. Кәне, тексеріп көрейік. Ал білмейтін балалар болса, санап үйренейік. Кәнекей, мұнда қызыл таяқшалар орналасқан. Мінекей, қандай көп. Саны нешеу екенін білгілеріңіз келеді ме? Кәне, 1, 2, менен бірге қайталайық. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Толығымен 12 қызыл таяқшамыз бар екен. Көріп тұрсыздар ғой. Ал, енді таяқшаларды жинап, басқа бөлімге көшейік. Мына бөлімде көк таяқшалар бар. Кәнекей, көк таяқшаларды санап көрейік. Ішінде неше дана бар екен? Иә, кәне, тағда менің артымнан қайталайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мінекей, балақай, бұнда да көк түсті 12 таяқша бар екен. Керемет. 12-ге дейін санап үйреніп алайық. Мына жасыл бөлімшеде неше таяқша бар деп ойлайсың? Кәне, көрейік, санайық. Балақай, егер мен санамасам, сен санай аласың ба өзің? Тексеріп көрейік. Ал, неше таяқша шықты? Санадың ба, балақай? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Балақай, егер сенде 12 деген сан шықса, сен санап үйрендің деген сөз. Құттықтаймын. Ал мына сары бөлімшені санап көрейік. Мүмкін мұнда 11 немесе 13 таяқша бар шығар. Кәнекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таяқша. Бұнда да 12 таяқша бар екен. Сонда қара, балақай. Қызыл, көк, жасыл, сары бөлімде де 12 таяқшадан бар екен. Сен 12 санын қалай белгілейтінін білесің бе? Ал, сандарға көшейік онда. Міне, 1, міне, 2, міне, бұл 12 деген сан. Ал сен санау білесің бе өзі? Сандар қалай белгіленетінін білесің бе? Соны үйрене кетейік онда. Міне, 1, 2, онда 3 бар екен. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне, балақай. Енді 10-ға дейін санайық көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 саны. Ал мынау үшінші бөлімде не бар деп ойлайсыздар? Міне, мұнда мына бөлімде не бар? Бұл таңбалар ғой, математикалық таңбалар деп аталады. Бұл туралы естуің бар ма? Кәне, балалар, көрейік, мүмкін бір нәрсе үйреніп қалармыз. Міне, бұл көбейту таңбасы. Бұл бөлу таңбасы. Бұл алу таңбасы немесе азайту. Ал
бұл болса қосу таңбасы. Ең соңғы таңба ол тең, яғни нәтиже білдіретін таңба. Ал балалар, сендер бұл туралы естулерің бар ма? Мектепке баратын оқырмандарың болса, немесе мектептен тыс қосымша сабақтарға баратын көрермендерің болса, онда бұл белгілерді дәл білесің деген сенімдемін. Ал бұл белгілер туралы ешнәрсе естімеген балақайлар үшін айта кетерім бар. Кәне, амал орындап көрейік. Міне, бір деген санды қосу амалмен қарап көрейікші. Бір қосу 2. Одан кейін нәтиже білдіретін тең таңбасы шығады. 1-ге 2 қосқанда неше болады? Әрине, 3 болады. Ал балақай, сен оны қайдан білдің деп сұрайтын болсаң, мен саған қазір түсіндіре кетемін. Міне, 1 таяқшаға, міне 1 саны 2 таяқшаны қосамыз. Сонда неше таяқша шықты? 1, 2, 3. 3, нәтижесі 3. 3 таяқша. Амалды дұрыс орындадық. Ал қосу амалмен түсінікті болса, енді азайту амалын орындап көрейік. Азайтқан кезде әрине үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Міне 5 санын алайық. 5 азайту 3-тік. Нәтиже білдіретін белгі, яғни тең белгісі таңбасы. Так, ал тең таңбасы неше шығады? 5-тен 3 алғанда 2 шығады екен. Ал оны қалай тексереміз? Балақай, дәл таптың таяқшалармен. Міне 5 жасыл таяқша алайық. 5 жасыл таяқшадан 1, 2, 3, 4, 5. 3-ті алып тастайық. 3 таяқшаны алып тастаған кезде 2 таяқша қалады. Сонында 2 саны. Біз амалды дұрыс орындадық деген сөз. Балақай, ол өте жақсы нәтиже. Ал енді көбейту амалын орындап көрейік. Міне, көбейту амалы. Көбейту амалы қосу амалының кішкене өзгешелеу. Оны қазір көреміз. Мысалға, 2 санын көбейтейік 3-ке. Міне, сонда нәтижесі 6 шығады. Оны қайдан білдіңдер деп сұрайтын болсаңыздар, қазір оны да тексеріп көрейік. Міне, 2 сары таяқша, тағы да 2 сары таяқша, тағы да 2 сары таяқша. Міне, 2 сары таяқшадан 3-ке көбейттік. Міне, 1, 2, 3. 2 таяқшаны 3-ке көбейткен кезде 6 саны шықты. Міне, нәтижесі дұрыс. Амалды дұрыс орындадық деген сөз. Алақай. Күннен күнге, уақыттан уақытқа ақылды болып бара жатырсың, балақай. Ал енді соңғы таңба қалған ол бөлу таңбасы. Бөлу таңбасы көбейту таңбасына қарама-қайшы. Мысалға, жоқ, 8-ді емес, 6-ны алайық. 6-ны бөлейік 2-ге. Міне, 2-ге бөлейік тең таңбасы. Нәтижесінде 3 шығады, бірақ мен бұны білемін 3 шығатынын. Ал сен қалай оны тексере аласың? Мен дұрыс істедім бе жоқ па? Ал кеттік, балақай. Көк 6 таяқшаны алайық. Міне таяқшалар? Оны турасынан 2-ге бөлейік. Міне, 2-ге бөлдік. Сонда неше таяқша қалды? 1, 2, 3. Тең 3. Балақай. Балақай. Сен бәрін дұрыс есептедің. Керемет. Сонда біз сандармен қоса амалдарды да үйреніп үлгердік. Ал балақай, енді бұл білімдеріңді дәптерге жазып, немесе басқа амалдарға қолданып, өзіне жадына сақтап ал. Себебі бұл өте керекті нәрсе. Ал енді бұл санамақты көрген балақайлар ұнады деп ойлаймын. Келесі топтамадағы видеоларды көргің келсе, осы видеоға лайк басып, каналымға жазыл. Сау бол!